Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге хит болып жатқан тағамның бірі маклюбенің жасалу жолын көрсететін боламын. Сізде жасап көріңіз, өте оңай әрі дәмді шығады. Бізге керекті заттар осылар, жуып тазалап дайындап аламыз. Ең алдымен етті осылай турап аламыз. Еттің барлығын турап дайындап алдық. Енді сәбіз бен картопты дәл осы видеодағыдай қылып дөңгелек қылып тураймыз. Қатты жұқа емес, орташа қылып тураймыз. Сәбіз бен картопты турап болған соң, пиязды да дәл осы видеодағыдай дөңгелек қылып турап шығамыз. Барлығын турап дайындап алдық. Енді қызып тұрған табада май құйып, ең алдымен етті қуырып, пісіріп аламыз. Қызартып қуырамыз етті. Қуырып жатқанда дәміне қарай тұз қосамыз. Еттің суы тартылып қызарды. Енді бұған қайнаған суды кішкене бетінен асырып құямыз. Қақпағын жауып, жай отта пісіріп аламыз етті. Ет пісіп дайын болғанша жаңағы турап алған картоп пен сәбізді екі бетін қызартып қуырып аламыз. Пісуі маңызды емес, тек қызартып алсақ болды. Барлығын екі бетін жақсылап қызартып қуырып алған соң, салфеткеге осылай қойып шығамыз. Майды өзіне сіңіріп алу үшін. Енді күрішін дайындайтын боламыз. Күрішті жақсылап жуып, табаға кішкене май құйып, осылай 5 минуттай қуырып аламыз, майы өзіне сіңгенше. Күрішті майға қуырып алған соң, қайнаған суды күріштің бетінен асырып құямыз. Кейін бетін жауып қоямыз су тартылғанша. Дәміне қарай тұз салуды да ұмытпаймыз. Күріштің суы тартылған соң дәл осылай жинап, шанышқының или қасықтың көмегімен ортасын тесеміз. Дәл осы видеодағыдай қылып. Үстіне енді кішкене қайнаған су құйып, бетін жауып 20 минутта пісіріп аламыз. Барлығы пісіп дайын болды. Енді осындай табаға кішкене май құйып, өзіңізге ыңғайлы ыдысты аласыз. Мен аз көлемде жасағандықтан кішкене ыдысты алдым. Ең алдымен осылай пиязды жайғастырамыз. Кейіннен сәбізді қойып шығамыз, жаңа қуырылған сәбізді. Барлығын жақсылап қойып шығамыз, бірдей қылып, себебі аударған кезде әдемі болып түсу үшін. Енді піскен етті саламыз. Енді картопты да дәл осылай қойып шығамыз. Енді барлығын қойып болған соң күрішті қатты басып тұрып саламыз. Әйтпесе төңкерген кезде
шашылып кетуі мүмкін. Мендегі күріш кішкене азда болды. Енді жинап болған соң үстінен кішкене тұз сеуіп, үстінен су құйып, бетін жауып пісіріп аламыз. Тамақ пісіп дайын болды. Өзіңізге ыңғайлы ыдысты дәл осылай қойып, осылай төңкереміз. Кішкене қасықпен ұрып, жай ғана аламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Осылай жанына салатты қойып шықтым. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздердің де көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Өте дәмді тамақ. Бетіне өзіңіз қалауыңызша, өзіңіз ұнатқан көкөністі бетіне қойып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Және менің видеом ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Түсінбеген жеріңізді комментарийге жазыңыз. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Осы видеоның описаниесіне күрішті қалай дұрыс жасау керектігін, яғни шашаңқы етіп пісірудің жолын, осы видеоның описаниесіне сілтемесін жазып қоямын. Сол арқылы кіріп көрсеңіз болады.